Баршаңызға сәлем. Қазіргі таңда хит болып жатқан восточный пирог дайындайтын боламыз. Бұл өте дәмді пирог. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Ол үшін бөлме температурасындағы сары майымызды алып, үстіне қантымызды салып, венчигімен жақсылап араластырып шығамыз. Одан кейін араластырғаннан кейін жұмыртқамыз саламыз, және де қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Бұл жерде мен екі пирогтың тестасын дайындап жатырмын. Сіздерге астына бір пирогтың тестасын жазып өтемін. Одан кейін үстіне ұнымызбен бір шай қасық разрыхлитель қосамыз да қолымыздың көмегімен жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Бізде осындай нәзік қолға жабыспайтын қамыр шығады. Енді осы қамырымызды жарты сағатқа тоңазытқышқа апаратын боламыз. Жарты сағаттан кейін формамызға орналастырып аламыз. Үстіне тазаланған изюм саламыз, және де майдалап тураған курагамызды саламыз. Одан кейін грецкий орех саламыз. Грецкий орехтерімізді де майдалап турап аламыз. Үстіне 380 грамм сгущенкамызды құямыз. 170-180 градуста қызып тұрған пешімізге 25-30 минут пісіріп аламыз. Піскен пирогымызды 2 сағат суытатын боламыз. Содан кейін тоңазытқышқа суытып аламыз. Мінекей осындай пирогымыз шықты. Өте дәмді, өте әдемі. Қонақ дастарханға қойсаңыздар болады. Жанұяңызға жасап беріңіздер. Ұнайды деген сенімдемін. Баршаңызға рахмет. Егер рецепт ұнаса, лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар.